Дүкенге өткізіп жүрген қаттамамның рецептісін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Алдымен ыдысымызға 2 пиала су, жарты пиала сүт, кішкене тұз, және де үстіне қолдың ұшымен 2 рет құмшекер салып жіберемін. Сұйық май, ұнымызды салып жақсылап июін қандырып, қамырымызды илейміз. 10 минутқа пакетке саламыз. Содан соң 2 зуалаға бөліп, тағы да пакетке салып қоямыз. Жарты сағаттан кейін қамырымызды әдемілеп жайып аламыз. Бетіне ертілген майымызды құйып, барлық шетіне тиетіндей етіп жағамыз. Үстінен екінші жайылған зуаламызды қойып, тағы да майымызды жағамызда, кішкене қатқаннан кейін арғарай видеодағыдай етіп жасаймыз. Мен кешкісін жасап қоямын, азанға дейін майы қатып әдемі болып тұрады. Пісіру жолын келесі рилста айтатын боламын. Менің парақшамды жоғалтпамас үшін міндетті түрде тіркеліп кетіңіз.